Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Гуманитарлық педагогикалық институты, Қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасына қарасты ФИЛ 19-1 оқу тобының жеңістің 75 жылдығына арналған ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс атты онлайн іс-шарасын қабыл алыңыздар. Бүгінгі мерекелік шара Ұлы Отан соғысында құрбан болған аталарымыз бен әкелеріміздің мәңгі жас болып, жадымызда сақталған жауынгерлер мен офицерлер рухына, бейбіт кезеңде дүниеден өткен ардагерлерге, бүгінде ортамызда жүрген Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің рухына арналады. Мереке құтты болсын. Құрметті жас достар және ұстаздар қауымы, сіздерді келіп жеткен қасиетті де ұлы мереке жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Есімдері аңызға айналған әкелерімізді, ағаларымызды бұл соғыс тарих бетіне батыр деп жазып кетті. Ержүрек батырларымызды ешкімде ешқашанда ұмытпақ емес. Жауқазындар жапырағын жайғанда, қайран қағып шығушы едік сайранға. Сойған соғыс басталды да кенеттен, кете бардық аттанып қан майданға. Қазақ арасында осы соғыста ерекше қаһармандық танытқан батырдың бірі әрі бірегейі Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде 207 рет шайқасқа қатысып, 2 рет ауыр жараланды. Ол 37 дәптер күнделік жазған батыр. Бейбіт өмірдің қаруы қаламды алып, қазақ және орыс тілдерінде көп кітап жазады. Артымызда Москва кітабы Кубаның әлемге белгілі басшысы Фидель Кастроның сүйіп оқитын кітабына айналды. 1945 жылдың 30 сәуірінде Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ жігіті Рахымжан Қошқарбаев. Сонымен қатар, шығыстың хос шынары Әлия Молдағұлова мен Вәншік Мәметованың, қыран текті Талғат Бигелдиновтың, ер жүрек батыр Қасым Қайсеновтың ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресіңде санжарлық сапарларың, қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сиреп бұл күнде қатарлар. Ерлік сүйген еліңе салтың ұнар, жүздеріңде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің, бүгінгі ұрпақ өздерің арқылы бар. Жасқан баған жауыннан жырақты ер, ерлігіңді аңызғып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ жүздеріңе сендерді қарап білер. Дархан мінез, дария ой дарашыңдар, жарқын жүзді жүрегі ақ жанасылдар. Арамызда жүретін алшаң басып, майдан келер азайып барасыңдар. Өрт лаулап бұрқырап қорғасын, шеңгелін қанда жал жайғанда, ойрандап жауыздың ордасын, болдық біз найзағай майданда. Жеңіс туы, желбіресін мәңгілік, жеңіс жыры, асқақтасын жаңғырып. Бел шешіп қабағын ашпаған, бой жазды күлімдеп қалың ел, әлемді апаттан сақтаған, жеңіспен оралды жауынгер. Жеңіс туы, желбіресін мәңгілік, жеңіс жыры, асқақтасын жаңғырып. Баршаңызды ұлы жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Осымен ұрпаққа ұран болған ұлы есім атты мерекелік кешіміз аяқталды. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Мереке құтты болсын.